Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып жасалынатын, ауызға салса еритін, өте керемет дамский пальчик тортының рецептісімен бөліспекшімін. Өте дәмді болып шығады. Қонақ келсе үй алмайтындай, дастарханның сәнін ашатын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, осылай сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай баяу отта пампушкамызды, 200 грамм бокалымызбен суымызды, 200 грамм ұнымызды салып, жақсылап отта барлығын араластырып, осы отымыздың үстінде осылай ұнымыздың бәрін іртігін жазып аламыз. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте керемет болып шығады. Барлық құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Осылай жақсылап араластыруымыз қажет. Ұнының бәрін ерітіп, 15 минут немесе жарты сағат қамырымызды суытып алуымыз қажет. Онда жұмыртқамыз пісіп қалады. Сол себепті қамырымызды суытып алып, осылай жұмыртқамызды 6 немесе 7 жұмыртқамызды жарып, осылай миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластыруымыз қажет. Іртігінің бәрі кетіп, осылай жақсылап қолымыздың көмегімен де араластырсақ болады, бірақ қолымыздың күшін жүптері алады. Сол себепті миксермен араластырғандарыңыз дұрыс. Насаткамызды салып, мешочка салып, осылай барлығын табамызға жайғастырып аламыз. Арасын алшақ-алшақ қойғанымыз дұрыс. Ол ісінеді, көпсиді қазір. Пісіп жатқан кезде осылай барлығын салып аламыз. 180 немесе 200 градус пеште пісіріп аламыз. Осылай піскен дамский пальчиктеріміз. Ал бұны духовкамызды қайта-қайта ашуға болмайды. Ол ісініп тұрған кезде қайта-қайта ашсаңыздар солып қалуы мүмкін. Осылай кремін дайындап аламыз. Кремін мен бипак немесе қолдың домашний қаймақ қолданам. Ал қазір мен жаңағы сливки қолданып жатырмын. Осылай сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сахарныйды осылай 2 немесе 3 қасық сасаңыздар болады. Осылар қою болғанша араластырып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Осылай арасының бәрі кәуек-кәуек болып, әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Міне YouTube каналыма тіркеліп, мынау қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын жайғастырып аламыз. Ауызға салса ериді. Өте керемет болады. Қонақ келерден 1 сағат немесе жарты сағат алдын жасап қойсаңыздар, бір-біріне сіңіп, дәмі ерекше болып шығады. Негізі оңай жасап көрсеңіздер, дастарханның сәнін ашады. Осылай барлығын салып аламыз. Барлығын салып, жайғастырып, бір жасағанда 4 немесе 5 тарелка шығады. Осылай қалған шеттерін тегістеп аламыз. Менде каплик шоколад. Осылай мешушка салып, қайнаған суымызға ертіп аламыз. Бетін сәндегенге осылай шоколадымызды құямыз. Қазақстан шоколад құйсаңыздар да өте дәмі ерекше болады. Осылай барлығын бетіне жағып, шоколадымызды сәндеп, жаңғақты үккіштен өткізіп алып, бетін сәндейміз. Жаңғақта өте дәмді болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған перизат. Өте дәмді ерекше дамский пальчик рецептісімен бөлістім.